Қазақша ертегі алма. Күз мезгілі еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма ағашының басында жалғыз алма қалыпты. Осы кезде орман аралап жүрген қоян алманы байқап қалады. Оны қалай алуға болады? Алма өте биікте, секіріп жете алмайсың. Сөйтіп, шырша бұтағында отырған қарға қоян қылығына сырттай күліп отырды. Қарқ, 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 қарқ. Оны көрген қоян, қарға, қарға, маған алманы үзіп алып берші, дейді. Қарға ағаш басына ұшып барып, алманы үзіп алады. Бірақ алманы тұмсығымен қармап ұстай алмай, жерге түсіріп алады. Рахмет саған, қарға, деді де қоян алманы жерден көтермек болды. Ал жерге түскен алма жаны бардай дыбыс шығарып, қозғалып жүгіре жөнеледі. Бұл қалай болды? Деп қоян қорқып кетеді. Артынан ағаш алмасының түбінде ұйықтап жатқан кірпінің тікеніне алманың құлағанын түсініп, «Кірпі, кірпі, тоқта, тоқта!» деп айғайлайды. «Менің алмамды қайда алып бара жатсың?» Кірпі кідірместен, «Бол, менің алмам. Ол төбеден құлады, ал мен болсам оны ұстап алдым», дейді. Қоян да қояр емес. «Алмамды қайтарып бер. Оны тауып алған мен». Таласып жатқан қоян мен кірпіге қарға қосылады. «Босқа таласасыңдар, алма менікі. Мен оны өзім үшін үзіп алғанмын», дейді ол. Олар бір-бірімен түсінесе алмай, алманы әрі тартып, бері тартып, орман айғайдан у-шу болып кетеді. Сол кезде Қорбаңбай аю келіп қалады. «Ол не деген айғай-шу? Мазамды алдыңдар ғой!» Бәрі оған жақындап, «Сен, аю, біздің ормандағы ең үлкен, ең ақылдысың. Сондықтан бізге алманың кімдікі екенін айтып берші», деп аюға оқиғаның қалай болғанын баяндап, төрелігін сұрайды. Аю сәл ойланып сұрады. «Алманы кім тапты?» «Мен», дейді қоян. «Ал алманы кім үзіп алды?» «Мен», деп қарқ етті қарға. «Жақсы, кім оны ұстап алды?» «Мен ұстап алдым», деді кірпі. «Мінекей, бәрің де дұрыс айтасыңдар, өйткені әрқайсыларың алманы алу үшін еңбектендіңдер. Алма бәріңдікі». «Бірақ мұнда бір алма ғой», дейді кірпі. Қоян және қарға түк те түсінбей. «Бұл алманы теңдей бөліңдер. Әрқайсың бір-бір бөлігін алыңдар», дейді аю. Мұны естіп, бәрі қуанып кетті. «Ой, бағанадан бері біз бостан-босқа таласқан екенбіз ғой». Кірпі алманы 4 бөлікке бөледі. Қоянға бір бөлігін беріп, «Бұл саған, қоян, сен алманы бірінші көрдің». Екінші бөлігін қарғаға беріп, «Бұл саған, қарға, сен алманы үзіп алдың». Үшінші бөлігін кірпі аузына салып, «Бұл маған, өйткені алманы ұстап алған мен». Сөйтіп кірпі аюға 4-ші бөлігін беріп, «Ал бұл саған, аю». «Маған не үшін?» деп таңғалады аю. «Сен бізге ақыл айтып татуластырдың.
деді ол риза кейіппен. Әрқайсысы өзіне берген алманың бөлігін жеп риза болды. Өйткені аю ешкімді ренжітпей, дұрыс, әділ шешім шығарған еді. Береке басы бірлікте деген сөз осыдан қалған екен.